Саған tell me about yourself. Өзің жайлы айтып берші дегенде my name is дан басқа ешнәрсе білмесең, осы видеоны соңына дейін көр. Ең алдымен мектепте біз өтіп ек қой. I am, you are, he is, she is деген to be етістігін өтіп ек қой. We are, you are, they are деген. Соның қазір бізге пайдасы тиеді наконец-то. Соларды білесіз бе қай кезде қолданылады? Өзіміз жайлы айтқанда. I am бар ғой мысалы, или you are сен жайлы айтқанда, ол жайлы да айта аламыз. She is де қолданылып. Қай кезде қолданылады екен осы to be етістіктері? Ең алдымен атымызды айтқанда I am Madina. Yes, I am Madina. Екіншісі жасымызды айтқанда I am 18 years old. I am 18 years old. Yes? Sorry. Үшіншісі мамандығымызды айтқанда I'm a teacher. I'm an English teacher. Yes, мамандықты айтқанда I am қолданылады. Сосын саба айтқанда сіз қандайсыз? I am beautiful, I am smart, ақылды smart. Yes, сосын I am kind, жаттап алыңыз. Kind, добрый, мейірімді. Okay, I am kind, көңіл-күй. I am happy, I am okay, I am fine. Сосын локация айтқанда қай жердесіздер қазір? I am in the room. Yes, мен бөлмедемін. I am in Almaty. Okay? Локацияны айтқанда, сосын ұлтымызды айтқанда, тағы да осы to be-ді қолданылады екенбіз. I am Kazakh. I am Kazakh. Yes, I am Kazakh. Дәл қазір tell me about yourself дегенде айта аласыз ба? Айта аласыз. I am Madina. I am 18 years old. I am a teacher. I am smart and beautiful. I am happy. I'm in Almaty. I'm Kazakh. Осыны барлығын айта аламыз, Осыны тез ұмытпай тұрғанда комментарийға жазыңыздар. Әйтсе есіңізде қалмай қалады. Мен тексеретін боламын және баға қоямын. Тез жазамыз.